Қайырлы күн, тыңдармандарым. Бүгінгі тыңдайтындарыңыз шын ғашықтар қосылмайды. 15 жыл, бақандай 15 жыл өтіпті. Уақыт шіркін бір орында тұрар ма еді, неткен зымырап жатқан өмір. Кеше ғана жап-жас болып алғашқы сезімді бастан кешіріп отырған Шолпан қазір көп балалы ана. Күндегі күйбең тірлікпен қолы босамайтын Шолпан бүгін ескі суреттерді ақтарып отыр. Осыдан неше жыл бұрынғы суреттерін көріп, неткен күндер еді, қызығы мен шыжығы мол жылдар деп бір күрсініп алды. Шолпанның 18 жасы болатын. Мектеп бітіріп, оқуға сырттай тапсырып, енді ғана жұмысқа тұрған кезі. Стадионда іс-шара болатын болып, әр мекемеден жиналған жастар, қыздар бір топ болып, ұлдар бір топ болып бөлініп тұр. Сол ұлдардың арасында Шолпанға көзінің қиығымен қарап, Сауран да тұр. Бірақ Шолпан ол кезде өзінен көз алмай тұрған жас жігітті байқамады. Арада 2 апта өткенде үй сым тетігіне бір жігіт хабарласып, Шолпанды сұрап тұр. Даусы ерекше әдемі жігіт екен. Үйінде әкесінен басқа ешкім жоқ. Шолпан бұл бейтаныс жігіттің кім екенін білгісі келді. Неге екені белгісіз, бұрын-соңды ешкіммен телефон арқылы таныспаған Шолпанда бұл жолы басқаша еді. Бір жағынан зерігіп отырғаны бар, даусы ерекше жігітке «Кім екен бұл?» дей салды. Арғы жақтан әдемі дауыс: «Шолпанмен сөйлесуге бола ма?» «Иә, мен, айта беріңіз. Мен сізбен танысқым келіп еді. Сол үшін хабарласып тұрмын». «Иә, сонымен кім болдыңыз?» «Менің есімім Сауран. Сіздің нөміріңізді сыныптастарыңыздан алдым» дейді. Жөн сұраса келе, бұл жігіт өткендегі стадиондағы бір топ жігіттің ішінде болған екен. Бір көргеннен ұнатып қалдым. Кім екеніңді сұрастырып, әрең іздеп тауып алдым деп ағынан жарылып отыр. Зерігіп отырған Шолпанға да қызық болып тұр. Не айтар екен деп. Солай екеуінің таныстығы жалғасын тауып, әңгімесі жарасып кетті. Сауран күнде кешке 9-да хабарласып 12-ге де қоятынды әдетке айналдырды. Шолпан Сауранның түрінде көрмеген, бірақ бұл ерекше дауысты жігіт кім болды екен деп сұрастырып көрді. Сұрастыра келе, Сауран Шолпанның сыныптасымен бір мекемеде жұмыс жасайтын болып шықты. Өзі бір бақуат отбасының жалғыз ұлы екен. Түр келбетінде сурет арқылы көріп алды. Орта бойлы, бидай өңді жігіт екен. Күліп түскен суретін көріп еді, күлгені өзіне жарасатын жылы жүзді екені көрініп тұр. Түр сипатын көргенге ме, хабарласып сөйлескен кезде ескі танысымен әңгіме-дүкен құрып отырғандай сезімде болатын. Сөздері жарасып күннен күнге бауыр басып жатқанын байқамады да. Күнде хабарласып тұрып, ерекше ықыласымен сөзі Шолпанды өзіне баурап алды. Күнде сөйлесе Сауран үндемей қалатын. Шолпанға үндемей қалмайтын. Шолпанға айтары көп еді. Ешқашан өзі таусылған емес. Ағынан жарылып, күні қалай өткенін айтып, Шолпанның да жағдайын сұрап қоятын. Бұл таныстық Шолпанның да көңілін көтеріңкі етіп жүретін. Ертеңіне аяқ асты Сауран Шолпанның жұмысына іздеп келді. Бұлай боларын білмеген Шолпан абдырап қалды. Келіп тұр екен. Амал жоқтан сыртқа шығуға мәжбүр болды. Екі беті қызарып, ұялып қасына барды. Шолпан табиғатынан тұйық, ұялшақ қыз болатын. Шолпанның ұялғанын байқаған Сауран жымиып бір қарады да: «Телефонмен сөз бермеуші едің, саған не болды?» деп әзілге айналдырып жіберді. Шолпан да жымиып бір қарады, көзін төмен түсірді. Расында телефонмен бір бөлек, бетпе-бет мүлдем бөлек екен. Екеуі көп сөйлеспеді. Жай амандасып қайта кетті. Бұл тек екеуінің жақыннан бірін-бірі көрген кезі болатын. Сауран суреттен қарағанда емес, одан көрі сымбаттырақ екен. Сөйлеген сөзі, жымиғаны бәрі өзіне жарасып тұр. Сол күннен кейін Сауранның сөзі өзгере бастады. Шолпанды жақыннан көрген соң енді сезімін білдіре бастады. «Бір көргеннен ғашық болдым. Бұрын-соңды мұндай жағдай болмаған. Бір көргеннен ғашық болу жалған деп ойлаушы едім. Жоқ, олай емес екен. Ол рас екен» дейтін болды. Сауран ешқашанда өз сезімін жасырмады. Шолпанның күнде есіне салып отыратын. «Өзіңді сүйген қандай бақыт десеңші». Сауран шын мәнінде ғашық еді. Оның қашықтығы алыстан сезілетін. Ол кезде Шолпан қатты түсінбеді, бірақ қазір қарап отырса, Саурандай Шолпанды ешкімде сүймегендей. Сауранның екі сөзінің бірі Шолпанды өмір бойына аялап өтем деуші еді.
шын жақсы көрген адамның махаббаты көзінен көрініп тұратын рас екен-ау. Одан бұрын да одан кейін ешкіме ондай жылулықты дәл Сауранның көзіндей махаббатты сезінбеген Шолпан дәл қазіргі уақыттарда терең бір күрсініп, сол кезде есіне алады. Кейде бір жылап алатыны да бар. Уақыт қайта келсе, мүмкін бәрін басынан бастар ма еді. Сол кезде неге олай жасамадым дегендей ой келеді. Бірақ кеш. Өтті кетті. Енді ол жастық шақ қайта келмеске кетті. Шолпан жастайынан ұят боладымен өскен қыз. Ұят болады деп тәрбиеленгеннен де болар. Сауран қанша өзінің жақсы көретінін айтса да, Шолпанның ішкі жан дүниесі кері тартып тұратын. Бұрын соңды еш жігітпен сөйлеспеген, кездеспеген Шолпан кездесудің өзіне қорқатын. Алайда Сауран Шолпанға сөз салуын тоқтатпады. Қыз бен жігіт болып қол ұстасып жүрейік дейтін, бірақ Шолпан кері тартып тұратын. Айтатыны, жақсы көрсең күте тұр, мен дайын емеспін дейтін. Сауран оған дейін күте алмаймын десе, Шолпанның да қыз назы бар, онда сөйлеспей-ақ қояйық дейтін. Солай екеуі бірін-бірі бақыт тілеп енді хабарласпаймыз деп уәде беріп тұтқаны қоятын. Тұтқаны қойған соң Шолпан бір жылап алатын. Жүрегінің бір бөлшегі суырылып кеткендей болатын. Ішінде Сауранды ұнату бар, бірақ оны сыртқа айта алмайтын. Оның үстіне қыз болған соң шыдап, қайта кері қоңырау шалмайтын. Арада бір апта өтер-өтпес Сауран қайта хабарласатын. Шыдай алмадым, сенімен сөйлеспесем тұра алмаймын. Ең болмаса кездеспесем де даусыңды естейінші дейтін. Бірақ сөйлескен сайын саған деген сезім күннен күнге өршіп барады. Мүлдем өз-өзімді игере алмайтындай, сені ұмыта алмайтындай бауыр басып барамын. Не істесем болады деуші еді. Ондай кезде Шолпанда жүгіріп-ақ барғысы келеді, құшақтап алғысы келеді. Бірақ әттең ұялшақтық, қорқақтық басып тұратын. Солай күнде сөйлесу, анда-санда көшеден бір көріп қалу бұлар үшін бір бақыт еді. Міне солай уақыт зымырап өте берді. Уақытта зымырап, күт деп жүріп ақ неше жыл болыпты. Сөйлесіп жүргендеріне 5 жылдай болды. Сауранның айтатын сол баяғы әңгіме. Ешқашан бір сөзінен танған емес. Тек сүйемін, жақсы көремін, аялап өтемін дейтін. Шолпанның да сыртқа шығармасы да ішінен тілейтін, сол бірге болсақ, бақытты болсам деп армандайтын. Уақыт тағы зымырап өз деген жасай берді. Бір күні Шолпан жұмыста отырғаны сол, қасына таныс қыз жүгіріп келді. Қалайша отырсың? Сауран кетіп барады екен ғой, білдің бе? Білетін бедің дейді. Қайда? Астанаға. Қойшы, жай әңгіме болу керек. Жоқ, расында солай екен дейді. Не сенерін, не сенбесін білмеген Шолпан сол жерде отырып қалып жылады. Бұл жасаған несі? Неге айтпады екен, а? Менімен 5 жыл жай сөйлескеніме деген неше түрлі ой келді. Өзі не істерін білмей жылағанын басты да Сауранның нөмірін тере бастады. Арғы шеттен өзіне таныс жылы дауыс «Алло» деп тұр. Шолпан амандаспаған күйі: неге айтпадың? Нені? Кетіп бара жатқаныңды? Қайдан естіп қойдың? Кешкісін айтамын деп отыр едім. Резюме тастағанмын, енді хабар келді. Саған айтып үлгермедім. 10 күннен кейін жолға шығамын деді. Сені бүгін кетіп бара жатыр деп естідім ғой. Олай емес, бүгін енді хабар келді. Осы адамдар қайдан естіп қояды екен, а? Деп арасында күліп алды. Мені қимай хабарластың ба? Жаным сол, ұзақ емес, бар болғаны 1 жыл тәжірибе алмастырып келемін деді. Не керек, жүрегі алып шыққан Шолпан кішкене басылып, жарайды, кешкісін сөйлесерім деп тұтқаны қойды. Тұтқаны қоя салып ұят болды, неге хабарластым екен? Ұнатып қалғанымды біліп қалдым екен деп Шолпан өзімен өзі ұялып отырды. Содан кешкісін Сауран тағы хабарласты. Екеуі ұзақ сөйлесті. Соңында кетпей тұрып сенің жауабыңды алып кетейінші деді. Шолпан да Сауранды қимады. Неше жыл күт дегеніме көнді. Ғашық екенін көзімен жетті. Мүмкін менің бағым осы болар деп бұл жолы Шолпан жарайды деді. Бұл сөзді естіген Сауранның қуанған сол кезде сөзбен айткізіп жеткізу қиын. Неше жылдан кейін сүйген қызының бір ауыз сөзін алу үлкен бір бақыт еді. Сол күні қазір барайыншы, 5 минутқа шықшы деп өтініш деді. Шолпан да жарайды деді, тұтқаны қойғаны сол. Саураннан Шолпан жарайды деді, тұтқаны қойған сол. 10 минут өтер өтпестен Сауран келіп тұр. Келіп тұрмын деп хабар келді.
Шолпан да алып ұшып үйдегі ата-анасына қашып шыққандай жүгіріп далаға шыға қойды. Сыртқа шықса Сауранның екі езуі екі құлағында қуанғаннан балбұл жайнап тұр. Шолпан қасына жақындап амандаспақшы болып қолын берген соң Сауран Шолпанды өзіне қарай тартып алып қапсыра құшақтап алды. Жіберер емес. Шолпан біреу көріп қоймасын деп қысылып тұр. Сауран оның ешбірін мән берер емес. Неше жылғы арманы орындалғандай ұзақ уақытқа Шолпанды құшағынан шығармады. Құшақтаған кезде жақын адамның жылуын сезінесің деген рас екен-ау. Өзі ұялып тұрса да құшақтай берсе екен деген ойы Шолпанның. Өзінде ерекше бір сезім болып жатқандай байқап тұр. Махаббат деген шіркін сөзбен айтып жеткізе алмайтын құбылыс қой. Солай қапсыра құшақтап тұрғанында 4-5 минут болды. Сол аралықта неше жылға күткен ғашықтық сезімі байқалады. Жайлап құшағын жіберген соң өзінің бақытты екенін, оған үлкен бақыт сыйлаған бәрі айтып жатыр. Сен келіскен кезде 1 минутта отыра алмадым. Сені көргім келді. Неше уақыт көз алдында жүрсең де осылай бір құшақтау арман еді. Неше жыл күткенім орындалып деп саған асыға келдім. Жаным менің, мен сені сүйемін. Мендей сені ешкім сүйе алмас. Менің махаббатым шексіз деп ағынан жарылып жатыр. Сауранның іші толып қалған екен, ішіндегінің бәрін ақтарып жатыр. Ал Шолпан бұл сөздерді естіп бақытты екенін сезініп тұр. Кездесулері болар-болмас 15 минутқа созылды. Шолпан үйіндегілер іздеп қалмасын деп қайта үйіне кірді. Артынан қимай Сауран қарап тұрды. Арада 1 апта өткен соң Сауран аяқ астынан кететін болды. Әкесі билетті ертерек алып қойған екен, барып орнығам дегенше уақыт өтіп кетеді деп. Кетер күні Сауран Шолпанның жұмысына келіпті. Өзінің аяқ асты кетіп бара жатқанын ескерту үшін келді. Келді де Шолпанға ұзақ қарап, қолынан қысып кетті. Құшақтағым келіп тұр әттең. Саған сөз келеме деп, жұмысыңдағылардан ұялып тұрмын деп, өзін әрең ұстап құшақтасып кетті. Сауран кеткеннен Шолпанның көңіл күйі бұзылып, қимастық сезім болып, оңаша отырып әбден жылады. Еш басылар емес. Өзін әрең тоқтатты. Не керек, Сауран Астанаға барып орналасып, жұмысқа кірісіп кетті. Уәдесінде тұрып күнде кешкісін хабарласып тұрды. Әдеттегідей ғашықтар тұтқаны қимай қоятын. Бастапқы жарты жыл күнде хабарласу болып жүріп, Сауран соңғы уақытта 2-3 күнде хабарласатынды шығарды. Шолпан күнде Сауранды күтіп отыратын. Әбден бауыр басып қалған Шолпанға 2-3 күн өте ұзақ еді. Кейде шыдай алмай Сауранға өзі хабарласатынды шығарды. Сауран кейде хабарласуға қаражат болмады десе, кейде жолдастарымен кешкі серуенде жүретін. Қасынан қыздардың дауысы шықса, Сауранды қызғанып қалатын. Бірақ онысын білдіртпей, жарайды хабарласармын, сосын деп тұтқаны қоятын. Қоя салып қайта жылайтын. Мені ұмытайын деді ме, қалаға барып басқа қыздарды көріп, маған деген сезімі өше бастады ма дейтін. Соңғы уақытта Шолпан көп жылап жүр. Біресе өзінің ойы маза бермесе, біресе қасында қызметтес болып жүрген қыз маза бермеді. Айтатыны Сауранның атастырған қызы бар екен. Астанада тұрады. Сонда екеуі кездесіп жүр екен. Өте бай жердің қызы. Келесі жыл үйленеді екен дейтін. Бұл сөзінен кейін Сауранның сөзі еске түсетін. Ең алғаш танысқанда мен ең әдемі қызға, немесе ең бай қызға үйленем деген сөзі бар еді. Сол сөзі қайта-қайта есіне түсе берді. Мүмкін бай болғысы келген болар, мейлі арманы орындалсын деді. Өзін қанша қиналса да ұстап, түні жылаумен өтсе де, Шолпан соңғы уақытта хабарласуды қойды. Кейде Сауранның даусын қатты естігісі келсе, құрбысының телефонмен хабарласып, шатасып кетіппін дей салатын. Басында қанша қиналса да соңында өзін жеңді. Неше айдан бері жылағаны басылды. Өзін өзі сендірді. Менің бағым емес екен, күтпе, керегі жоқ. Өйткені ол басқаныкі, басқаға үйленбекші. Сол үшін де хабарсыз кетті. Сенсіз де оның өмірі керемет деп өзін алдады. Барлығы арасында солай сияқты еді. Өйткені Сауранда хабарсыз кеткен еді. Арада тағы 5-6 ай өтті. Қызды кім айттырмайды, қымызды кім ішпейді демекші. Бұл кезде Шолпанға да құдасып жатқандар көп еді. Шолпанның ата-анасы өз ақылдарын айтып отыратын. Қызым, жасың болса тұрмыс құратын жасқа жетті. Ертерек тұрмыс құр, таңдап жүре берме. Уақыт деген тез өтеді де шығады. Қыз бала өмірге тұрмыс құрып балалы болу үшін келген. Жас кезінде бетіңнің әрі барында өз теңіңді тап деп отыратын.
ондай кезде шолпан да ойланып қалатын арасында. Жасым 25-ке келді. Сыныптастарының жартысының көбісі тұрмыс құрып, кішкентайлары бар. Бұлай жүре бергенім жарамас деп ойлайтын. Солай жүргенде қазіргі жолдасы Арманмен танысты. Өзі сымбатты ақкөңіл жігіт еді. Арман да Шолпанды әлеуметтік желідегі суретін көріп ұнатқан екен. Арада көп уақыт өтпей бір шоқ гүлмен келіп жақынырақ танысып кетті. Шолпан Арманды көре сала жаман адам емес екен деп ойлады да қойды. Көп ұзамай Арманмен хабарласуын тоқтатпады. Шолпанның тұрмысқа шығуына өтінді. Бақытты етемін, алақанымы салып өтемін деп жүрді. Шолпан көп ойланды. Сауранмен неше жыл сөйлесіп, соңы жақсы аяқталмағаны бар. Барлығын ой елегіне өткізіп, уақыт өткізбей, Арманды көп күттірмейін деп Арманға келісімін берді. Бірақ соңғы уақытқа дейін ойы шашыраңқы болды. Бір ойы Сауранды күтсе, екінші ойы болды енді ол келмейді. Осы уақытқа дейін бір хабарласатын еді ғой. Сонымен келісіп, тойға қызу дайындалып кетті. Екі жақ кездесіп, келесі ай Шолпанды ұзату тойы болып белгіленіп қойды. Жұмысын тұрмысқа шыққанша реттеп кетейін деп отырған Шолпанның телефоны шырылдап кетті. Өзі селк ете қалған Шолпан белгісіз нөмір хабарласқан екен. Тұтқаны көтерген сол, алло деген таныс дауыс шыға келді. Шолпанның денесіне бір тоқ жүгіріп өткендей болды. Неше ай өтсе де дауысы сол қалпы, сол бір сөз өзінің неше жылғы көз алдына өте шықты. Қалай ғашық болып бауыр басқаны, қалай ұйқысыз, жылаумен өткен барлығы да көз алдынан лента ағызып өте берді. Ештеңе білдірместен, «Иә, тыңдап тұрмын» деді. «Танымадың ба?» «Жоқ, кім екен?» «Мен ғой Сауран». «Иә, неге хабарластың?» «Даусыңды естігім келді, сені көргім келді, мен қайтып келдім» деді. «Неге келдің? Неше уақыт хабарсыз кетіп, келген соң ғана іздеп тұрмысың?» «Жоқ, сен бір сәтке есімнен шығарғаным жоқ. Жағдай солай болып қалды». «Не жағдай? Неше ай хабарсыз кететіндей не болды сонша?» «Осынша уақыт ішінде бір хабарласып, жағдайыңды айтсам болмас па еді?» «Оның бәрі кездескенде айтармын. Бәрі кеш, енді кездеспейміз де». «Неге?» «Тұрмысқа шығамын, той күнім белгіленіп қойды. Енді мазалама». «Мен өзімді әрең жинақтадым. Сені ұмытамын деп өзім қиналдым. Енді соның барлығын қайта басынан кешкім келмейді» деді. «Ренжімеш, олай болады деп ойламадым. Маған тұрмысқа шықшы, бақытты боламыз» деді. Бірақ бәрі тым кеш еді. Той күні белгіленді. Қонақтар шақырулы. Енді қайтарға жол жоқ. «Жоқ, болмайды. Мен ата-анамды жерге қаратқым келмейді. Мүмкін екеуміздің жолымыз екі бөлек болған шығар. Мүмкін біз бірге болуды жазбаған шығар. Бірге болуды жазса, осынша жыл жүрмес едік, ретін тауып қосылар едік. Өз жартыңды тауып бақытты бол» деді. «Жоқ, олай етпеші. Мен сияқты сен ешкім сүйе алмайды». «Мейлі, сен сияқты болмаса да, оны да алда көрермін. Өткен кез өтті, кетті. Болды, артқа кері шегінер алмаймын. Сау бол» деп тұтқаны қоя салды. Артынан қайта хабарласып еді, нөмірін бұғаттап тастады. Неше жыл бауыр басып ғашық болған жан басқа болады ғой. Шолпанның іші ала-гүлей болса да, Сауранның хабарсыз кеткенін есіне алып, неше түнін жылаумен өткізген кезін еске алды. Бәрін қайта басынан кешкісі келмеді. Араға ай салып Шолпан тұрмыс құрды. Дүркіретіп тойы өтті. Жолдасы Арман да өз ойындағыдай шықты. Бір сөзі, еш артық қылығы жоқ жан екен. Шолпанды өздігінше жақсы көреді. Не ішемін, не киемін демеді. Жағдайын жасап отырды. Араларында балалары болып, үлкен отбасыға айналды. Шолпан Сауранды сол күйі көрмеді. Кейде өзі оңаша қалғанда, жас кездегі суреттерін көрсе, алғашқы махаббаты есіне түседі де, бір күліп, бір күрсініп еске алады. Мүмкін Сауранға шыққанымда басқаша болар ма еді, өмірім тіпті басқа арнаға бұрылар ма еді дейді. Алғашқы махаббат қашанда ыстық қой, естен кетпес бір оқиға болып қалатын жүректің түкпірінде жатыр. Барлығында алғашқы махаббаттың қызығы мен шыжығы болған болар. Сауранның жағдайына келер болсақ, Шолпан тұрмыс құрған соң 2 айдан кейін анасының айтуымен бір дөкейдің қызына үйленді. Көп ұзамай мінездері жараспады ма, әлде басқа жағдайлар болар, екеуі ажырасып кетіпті. Қазіргі екінші келіншегі бар, ортасында баласы бар. Мүмкін бақытты өмір сүріп жатқан